Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ, дәмді, нәп-нәзік болып шығатын творожный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді, ауызда еритін болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге керегі осындай қолда бар немесе өздеріңіз жақсы көретін 300 грамм печенье қажет болады. Осы печеньелерді блендерде жақсылап ұсақтайтын боламыз. Міне осындай ішінде ешқандай түйіршіктері қалмағанша жақсылап ұсақтаймыз. Енді оның үстінен 100 грамм ертілген сары май құйып жақсылап араластырамыз. Бір-біріне жабысатындай күйге келгенше жақсылап араластырып, оны формаға саламыз. Мендегі форма 24 сантиметрлік форма. Осылай форманың астына және де жан жағына шығарып, жақсылап жаятын боламыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге қажеті 350 грамм творог пен 2 жұмыртқа. Осы екі қоспаны жақсылап араластырамыз. Енді оның үстінен қантпен біздің қаймағымызды салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Егер қаласаңыздар, кукурузный крахмал қоссаңыздар болады. Міне, біздің қоспамыз дайын болды. Енді осы салманы біздің жаңағы формаға жақсылап салып шығамыз. Жақсылап жайып, 180 градуста 40 минутқа пісіріп аламыз. Міне достар, өте дәмді болып шықты. Ішіндегі салмасы да жақсы көтеріліп шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығатынына сенімдімін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.